2023 жылы пенсияның қанша болатынын қалай білуге болады? Мен қазір соның ең оңай жолын көрсетемін. Бірінші осы зейнетақы қорының арнайы сайтына өтеміз. Бұл жерде бірнеше калькулятордың түрі бар. Соның ішінде текущий пенсионный калькулятор деген таңдаймыз. Бұл ең қарапайымы. Рассчитать деген кнопканы басамыз және былай. Және сіз мына жерге өзіңіздің туған жылыңызды жазуыңыз керек. Мысалға 1970 жыл. Жарайды, 60 деп жазайық. Және сумма пенсионных накоплений деп тұр. Бұл жерде сізде қазір зейнетақы қорында қанша ақша бар, соны жазуыңыз керек. Осыған қарай пенсияның көлемі де өсіп отырады. Мысалға средний 5 миллион. Бірақ 5 миллион көбінде жоқ болуы мүмкін. 2 миллион деп жазайық. Инвалидность болатын болса, мынаған галочка қоюыңыз керек. Және қай группа, бірінші, екінші, соны таңдайсыз. Одан кейін ең соңында осы калькулятордың кнопкасын басамыз. Сол кезде бізде пенсияның көлемі қанша екенін шығады. Қазіргі жағдайда бұл 28.396 теңге. Көріп отырғанымыздай бір айтарлықтай жақсы көрсеткіш емес. Бұл жерде базалық пенсия бар. Сол базалық пенсия болады. Оның үстіне мына сіздің накоплениеңіз бойынша үстіне тағы қосылады. Бұның көлемі 2 миллион деген бұл аз, тым қатты мынаған әсер етпейді. Тіпті 3 миллион дегеннің өзінде бұл мына жерде көріп отырғандарыңыздай онша бір қатты әсер етіп отырған жоқ. 5 миллион дегеннің өзінде. Егер инвалидность болатын болса, мына жерге галочка қоясыз, сол кезде бірінші, екінші группа деп тұр. Бірінші группа болатын болса, мысалға осылай көбейеді. Екінші группа болатын болса, онда сәл азаяды. Егер көпшілігінің алатыны міне примерно осындай болады. Тіпті 5 миллион болғанның өзінде. Егер 10 болатын болса, онда примерно 2 есе өседі, бірақ 10 миллион негізі көбінің шотында жоқ. Жақсы бір, мысалға айталық там, 200 мың пенсия болу үшін бұл жерде как минимум 30 миллионнан жоғары болу керек. Бірақ онда енді әрине көпшілігінде жоқ. Мен ойымша максимум бір 100 адамнан, 1000 адамнан бір 5-6-ында болуы мүмкін. Не көріп отырғандарыңыздай осындай цифр. Осы калькуляторға сілтемені мен осы видеоның астында тастаймын. Соған басып өтіп өзіңіз жазып көрсеңіз болады.